Мен бір міндетті, бір концепцияны өте айқын түсінгеніңізді қалаймын. Құранда Алла Тағала мұсылмандарға үндеуінде мемлекет деген сөзді еш жерде қолданбайды. Мемлекет ұғымы жоқ. Кейін мемлекет мағынасында қолданылған дәуле деген сөз бар. Бірақ ол артықшылық, молшылық және бір байлық мағынасында қолданылған. Ал мемлекет жоқ. Бірақ екінші жағынан әртүрлі аспектілерде, әртүрлі деңгейлерде табу туралы ескерту бар. Және Алла Тағала мұсылмандарға айтқан өте маңызды бір аспект бар. Жақсысын білгеннен кейін тағуттың сотымен жүресіңдер ме? Бұл жағдайда бұл мемлекеттен басқа ештеңе емес. Кейбіреулер ислам мемлекеті туралы айтады, бірақ тәжірибе Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уә сәлләм өзінің сирасынан бастап, сондай-ақ халифаттың, оның ішінде алғашқы әділ халифалардың тәжірибесі, және халифатты кәпірлердің қолынан құлдырауға және талқандалуға келген кейінгі халифалардың тәжірибесі. Ол ислам мен мемлекеттің үйлеспейтіндігін көрсетеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уә сәлләм Мединеде не құрды? Ол жерде жамағат құрылды. Бұл жамағатты Алла Тағала өзінің елшісі арқылы басқарды. Және Алла Тағала Құранда айтады: Аллаға, оның елшісіне және араларындағы әмір иелеріне бағыныңдар. Әдетте билік деп аударылатын әмір, бірақ әмір тек билік қана емес. Әмір бұл істе. Іс пен билікті бір ұғымға біріктіру бізге ең жақсы аударманы береді. Саяси ерік немесе ерік жігерді, табандылықты талап ететін жобаны ұйымдастыру. Яғни әмір бұл қозғалыс, бұл іс, бұл істі соңына дейін жеткізу қабілеті, бұл импульс. Сондықтан кейде әмірді бұйрық деп те аударады. Бұл импульс. Өздеріңізден шыққан ерік жігерлі импульс және сіз осы ретте мысалы Первез Мушаррaf немесе Мубарак сияқты адамдардың мұсылмандардан емес екенін білуіңіз керек. Бұл адамдар біздің өз ішімізден емес, өйткені бұл адамдар жамағаттан емес. Яғни Аллаға, оның елшісіне және елші жоқта өздеріңізден шыққан әмір иелеріне, яғни жамағат ортасынан шыққандарға бағыныңдар дегенді білдіреді. Міне бұл нені білдіреді? Бұл өзін-өзі басқаратын жамағат. Және өзін-өзі басқаратын жамағат. Бұл бізге жеткен деректерге сәйкес. Мұсылман халифа Омарға радиаллаху анху келіп, егер сен Алла Тағаланың жолынан ауытқысаң, онда мына қылыш сенің басыңды шабады дей алатын жамағат. Ал ол оған жауап ретінде: әттең барлық мұсылман сен сияқты болса ғой, міне нағыз мұсылман деген. Бұл мемлекет емес, бұл өзін-өзі басқаратын жамағат. Бірақ жамағат өте үлкен болуы мүмкін. Бүгінгі таңда үммет 1,5 миллиард адам. Бірақ бұл оның империя жүйесінде басқарушы төбесін басқарылатын базадан бөліп тастайтын аппарат бар пирамидалық иерархия жүйесінде басқарылуы керек дегенді білдірмейді. Және Алла Тағала пайғамбарларды өз ілімдерімен жіберген, құлату үшін жіберген сол кәпірлік тағуты жасайды. Ол қалай құрылуы керек сонда дәл қазір? Ең алдымен біздің айналамызда адамзат қоғамы бар. Бірден айтайын, қоғам, общество мен жамағат арасында үлкен айырмашылық бар. Түбірі бір сияқты болса да, бір жағынан община, қауым, екінші жағынан общество, қоғам, общ. Ортақ. Арабша бұл джамия және жама болады. Мұнда да түбірі джам.
Жан бұл бірге ортақ түбі. Бірақ шын мәнінде қоғам бұл мүлдем басқа табиғат және басқа конституция, өйткені қоғам кәпірлерде, мүшриктерде бар. Ол органикалық жүйе ретінде бар. Оған Алла Тағаланың өсиеттерін, оның шариғатын басшылық қылмайтын адамдар келеді. Алла Тағала оларға түсірген нәрсені олар ұйымдасады, және бұл ұйым иерархиялық болып табылады, және ол ең алдымен арнайы адамдар, кахиндер, ғұламалар, жреці бар екендігіне негізделген. Олар ерекше қабілеттерге, соның ішінде интеллектуалдық, психикалық қабілеттерге ие. Олар өздерін қорғайтын қылыш адамдарын, күш адамдарын бақылайды, және материалдық игіліктерді өндіруге қабілеттілерді, және кең халық бұқарасын бақылайды. Яғни, бақылау ғұламалардың қолында, ал ғұламалар әрқашан ширкке қызмет етеді. Және ең қызығы, ширктің негізі пантеизм. Және сіз мынаны мықтап есте сақтауыңыз керек. Пантеизм барлық формаларында, монистік ілім барлық формаларында. Өкінішке орай, мұсылмандар мен мұсылман өркениетінің орбитасына гректерден келген нәрсе. Платоннан және Аристотельден осының бәрі өкінішке орай. Мұсылмандардың санасын көптеген аспектілерде улаған және ластаған ширктің әр түрлі формалары. Яғни, уақытат деп аталатын нәрсені таухид ұғымымен еш жағдайда шатастыруға болмайды. Өйткені уақытат бұл жалпы бірлік. Жалпы бірлік, ол кейбір мүшриктер мен кейбір мұсылмандардың, олар қандайда бір құпияларға тереңдеп барамыз деп ойлайды. Ал шын мәнінде тек адасады. Пікірінше, жаратушы мен жаратылыстың бірлігін, бітиенің бірлігін білдіреді. Олар бұлай санайды. Алла Тағалада жай ғана абсолютті көп бітие бар, ал аратылысқа сол бітие бөлінген, бірақ аздау. Мысалы, мүсінші мен мүсін сияқты. Мүсін тастан жасалған. Ал мүсінші тірі, сөйлейді және шығармашылықпен айналысады. Мүсін мен мүсінші арасында үлкен айырмашылық бар. Бірақ ортақ нәрсе бар. Олардың екеуінде де дене бар, және олар екеуі де өмір сүреді. Екеуіне де осы предикатты бар деп жазуға болады. Мүсін бар, және мүсінші бар. Және олар осы мағынада бір жазықтықта орналасқан. Сондықтан оларды біріктіретін бір нәрсе бар. Бұл бітие, яғни олар бар. Және олардың бір жазықтықта болу сәті, ақырында жаратылыстың деңгейін көтеріп, жаратушыға жақындыққа жету мүмкіндігін жасайды. Бұл Құранда жоқ. Құранда мұндай ілім жоқ. Мұндай ілім пайғамбар, саллаллаху алейхи уәсәләм, сүннетінде де жоқ. Бұл гректерге тән ілім. Бұл гностиктерге, зороастризмдіктерге, индуистерге тән ілім. Бұл ақырында қиыр шығыс мүшриктеріне, дауыстарға және тағы басқаларға тән ілім. Яғни, барлық ғұламаларға жреці. Бұл ілім адамзат қоғамының құрылымының негізі болып табылады. Себебі бұл ілім, егер оны талдайтын болсақ, іблістің шындығын ақтайды. Және іблістің адамзатты азғырушы ретінде әрекет етуін ақтайды. Есіңізде болса, Алла Тағала ібліске қиямет күніне дейін адамды азғыруға рұқсат берді. Және оған адамға солдан, оңнан, арттан және алдынан өз азғырулармен және алдаулармен кіруге және шабуыл жасауға мүмкіндік берді. Және осы тұрғыда ібліс әрекет етеді. Өкінішке орай, мұны мойындау керек. Міне осы жерде мұсылмандар бүгін түсінуі керек өте маңызды сәт туындайды. Мұсылмандар шығыс адамдары ретінде оптимизмге бейім. Олардың көпшілігі бітиеге, материалдық құндылықтарға, жалпы адамзаттық құндылықтар деп аталатын нәрсеге өте позитивті көзқараспен қарайды.
Олар әлемге, қоғамға, адамдарға сенім білдіреді. Бұл оларға осындай айталық, аймақтық ерекшеліктің күшімен енгізілген. Ал одан әрмен өте маңызды ойға көшкім келеді. Адамзат қоғамын оның барлық түрлері мен көріністерінде ұйымдастырушы дәл ібіліс. Және адамзат қоғамының өзі перғауындармен, цезарлармен, министрлермен, бюрократиясымен, буржуазиясымен және жұмысшылармен бұл бүкіл ұйым ібілістің қиямет күніне дейін баратын азғыруының бір формасы. Бір жағынан ібіліс, ал екінші жағынан жамағат.